Сәлем оқушылар, видеоға лайк басып, коммент жазып, каналға тіркеліп кетіңіздер, видеоны достарыңызға таратыңыздар. Сегізінші физика Кромгурт кітабынан 100-ші беттегі 13-ші жаттығуды орындайтын боламыз. Так, 1. Екі өткіш 80 вольт және минус 80 вольт потенциалға дейін зарядталған 40 микрокулон заряды бар өткізгіштен екіншіге ауыстырғанда бұл екі өткіштің өрісі қандай жұмыс жасайды? Жалпы бізде жұмыс ол Q дельта фи формасы бойынша анықталады. Біздегі Q дельта фи дегеніміз фи1 минус фи2 болады. Енді біздегі Q зарядымыз 40 көбейту 10-ның минус 6, фи1 деп отқанымыз 80, азайту ананікі минус болып тұр, плюс болып кетеді 80. 80-ге 80-ді қоссақ 160, 6400 көбейту 10-ның минус 6 дәрежесі болады. Немесе біз бұны 6-4 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі джоуль, немесе 6-4 милли джоуль десек болады. Келесі. 4 микрокулон зарядты потенциалы 120 вольт болатын нүктеге орын ауыстыру үшін 0,24 милли джоуль жұмыс жасаған. Электр өрісінде зарядтың алғашқы нүктесіндегі потенциалын табыңыз дейді. Жалпы бізде былай болады. А тең болады Q фи1 минус фи2 болады. Осы жерден егер біз фи1-ді қорытатын болсақ, ол А бөлінген Q қосылған фи2 болады. Біздегі А деп отқанымыз 0,24 10-ның минус 3-ті бөлеміз Q 4 көбейту 10-ның минус 6-ға, оған қосамыз фи2 120-ны. Енді осыны есептейміз. 180 вольт болады. Келесі. 20 нанокулон заряд орын ауыстырғанда өріс 2,8 микроджоуль жұмыс жасады. Зарядтың потенциалдар айырымы қандай дейді? Жалпы потенциалдар айырымын табу үшін жұмысты зарядқа бөлеміз. Біздегі жұмысымыз 2,8 10-ның минус 6-ны бөлеміз 20 10-ның минус 9-ға. Енді осыны есептейміз. 0,14 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі вольт болады. Немесе біз бұны 140 вольт деп жазуымызға болады. Өрістегі 12 нанокулон заряд 2 микроджоуль энергияға ие болатын нүктенің потенциалын табыңдар дейді. Жалпы потенциалдар айырымы деген дұрыс болады. Ол жерде де А бөлінген Q болады. Біздегі жұмыс 2 10-ның минус 6. Оны бөлеміз 12 көбейту 10-ның минус 9-ға. Бұл бізде 167 вольт болады. Келесі. Потенциалы 100 вольт нүктеден потенциалы 20 вольт нүктеге 20 нанокулон заряд орын ауыстырғанда электр өрісі қандай жұмыс жасайды? Бізде жалпы жұмыс Q фи1 азайтылған фи2 болады. Біздегі Q 20 көбейту 10-ның минус 9, фи1 азайтылған фи2 100 азайтылған 20. 100-ден 20-ны азайтсақ 80 болады. 80-ді 20-ға көбейтсек, ол бізде 1600 көбейту 10-ның минус 9, немесе біз бұны 1,6 көбейту 10-ның минус 6 дәрежесі джоуль, немесе 1,6 микро джоуль деп жазуымызға болады. Келесі. Кернеулігі 5 киловольт бөлінген метр электр өрісінің жұмысы 10 милли джоуль болса, 40 микрокулон зарядтың орын ауыстыруы қандай дейді? Жалпы бізде былай болады бұл жерде. Е тең У бөлінген Д дейтін формула бар. Осы жерден Д-ны табатын болсақ, ол бізде кернеулікке бөлеміз. Енді біздегі кернеу ол А бөлінген Q Е болады. Q-ді астына түсірсек болады. Q көбейтілген Е деп. Біздегі жұмысымыз ол 10 көбейту 10-ның минус 3, заряд 40 көбейту 10-ның минус 6, Е деп отқанымыз ол 5000-ға тең болады. Енді біз ары қарай есептейтін болсақ, бұл жерден бізде 50 миллиметр болады. Осымен видео сабақ аяқталды. Егер видео сабақ ұнаса каналға тіркел, лайк басып, все қоңыраушасын басып, видео сабақ тоқталмайды.